Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа ерекше бір тағамның рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін менімен бірге болып қараңыздар. Бізге қажет болатын нәрсе ол тауық еті және соның қасына қызанақ пен пияз. Бұл екеуі өте маңызды. Біздің тауығымыздың дұрыс маринадталу үшін қажет. Бір тауықты барлығын алып жасасаңыздар да болады, немесе төс етін алып қойып, қалған бөліктерінен де жасасаңыздар керемет дәмді болып шығады. Тауықтың төс етінен көбіне мен палау және самса жасағанды ұнататын болғандықтан, сол төс етін алып қоямын да, қалған бөліктерінің барлығын духовкаға пісіретін боламыз, яғни маринадтап. Сан еті үлкен болса, осындай етіп екі бөлікке алып алсаңыздар жеткілікті. Қызанағымызды қажетсіз затынан тазартып, жұқалап турайтын боламыз. Қызанақ бұл біздің тауық еттерімізге өте бір нәзік, сочность деп айтамыз ғой, яғни сулы болып пісуіне осы қызанақ пен пияз ауадай қажет. Пиязды мен жақсы көргендіктен екі үлкен пайдаланамын. Яғни бұл маринадта осы пияз бен қызанақтың атқаратын маңызы өте зор. Барлығын салып, тұзымызды бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка қолдансаңыздар болады. Және переправалардың да шашлычный түрін алып пайдалансаңыздар болады. Тауықтың етін жұмсарту үшін мен бір ас қасық корейский тұз және майонез қосып жатырмын. Барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Бұл өте маңызды, себебі біз қатты жаңағы умаждап, пиязымыз бен помидорымыздың жаңағы сөлін шығара отырып маринадтауымыз қажет. Жақсылап араластырып алдық. Енді бұны кемінде 4-6 сағатқа холодильникке қойып қоюымыз керек. Осындай пищевой пленканы пайдалана отырып жауып алсаңыздар болады. Көп тұрған сайын дәмі де сондай сулы, нәзік болып шығатын болады. Таңертең жасап кешкі асқа пайдалансаңыздар да болады. Түнде жасап, түскі обедке жасасаңыздар да болады. Бұл әрине өз қалауыңыз. Мінекей біздің жаңағы маринадымыз дайын, толықтай 4 сағат өтті. Жақсылап араластырамыз да, қызып тұрған пешке пісіретін боламыз. Бұның бір ерекшелігі ешқандай да картоп, сәбіз қоспай, дәл осы күйінде пісіретін боламыз. Піскен кезде өте сулы, дәмді, әрі өте нәзік болып шығады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Толықтай жайып, қызып тұрған пеште 230 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей біздің тауық етіміз дайын болды. Маринадымыз сондай нәзік. Дайын болғандығын осындай ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар да болады. Бірақ ол өте маңызды емес. Шетінен алып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі де, иісі де өте керемет болып шығады. Осының қасына картоп езбесі немесе күріш, спагетти пайдалансаңыздар да болады. Мен бұл жерде күрішті бөлек пісіріп алған болатынмын. Енді пиязы менен қызанағымыздан соғынан аздап қосып, бірден дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет әрі нәзік кешкі ас болатынына сенімдімін. Дәмінің өзі өте ерекше. Бұл жерде картоп, сәбіз қоспай-ақ осындай дәмді өте нәзік кешкі астың жасауға болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.